Баршаңызға қайырлы күн. Үй жағдайында тез әрі оңай дайындалатын етті бәліш даярлайтын боламыз. Бізге керек заттар, яғни қамырын дайындау үшін бізге жылы су, сұйық май, қопсытқыш, яғни разрыхитель, тұз және ұн қажет. Алдымен ыдысымызға жылы суды, татымына қарай тұз, сұйық майды құйып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне, яғни мөлшеріне қарай ұн мен қопсытқышты салып, жұмсақтау қылып қамыр илейміз. Яғни қамырымыз тым қатты, тым жұмсақ болмауы қажет. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, қамырды осындай екі бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін үлкен, бір бөлігін кіші қылып. Ал енді етті бәліштің салмасын даярлаймыз. Бізге керек заттар асқабақ, картоп, пияз және фарш қажет. Пиязды, картопты, асқабақты 4 тығып турап, барлығын бір ыдысқа саламыз. Татымына қарай тұз, бұрыш сеуіп, үстіне фаршты қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен етті бәліштің салмасы дайын болды. Салмасы дайын болғанша жаңағы үйіліп қойған қамырдың июі қанып тұрады. Яғни қамырдың үлкен бөлігі ол етті бәліштің астыңғы бөлігі, кіші бөлігі етті бәліштің үстін жабуға жетерліктей болуы қажет. Осы рецептпен етті бәлішті даярлайтын болсаңыз, етті бәлішіңіз жұмсақ, дәмі керемет, сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал енді қазір қамырын даярлап пешке салатын боламыз. Осымен етті бәліштің салмасы дайын болды. Енді июі қанған қамырды жаятын боламыз. Көптеу бөлігін алып, осылай оқтаумен жайып, пергамент қағазы төселген табанның үстіне қоямыз. Әрі қарай қамырдың үстіне дайын болған салманы осылай салып жайып шығамыз. Одан кейін кіші бөлігін алып, оқтаумен жайып, дайын болған салманың үстіне осылай жауып шығамыз. Жан-жағын қолмен жабыстырып шығасыздар, немесе өрнектеп шықсаңыздар да болады. Енді ортаңғы бөлігін осылай дөңгелектеп кесіп аламыз, яғни қамырдың ішіне бізде ауасы кіріп тұруы қажет. Үстіне жұмыртқаны жағып шығып, кунжутты сеуіп, немесе мак сепсеңіздер де болады. 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Осымен біздің етті бәлішіміз дайын болды. Арасы жұмсақ, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Айкони Фудқа тірі келіңіздер. Ас болсын!